Арал деңизинин суусу соолуп, дарыялар деңизге жетпей калып жаткан учурда Сырдария боюндагы аймактарда жер астына кетип калган суу кайра жер үстүнө чыгып, таптакыр башка маселелерди дагы жаратууда. Аралда өзі үлкен төрт осындай сорлы көлдер бар. Общий есептегенде 11 көл бар осындай сорлы Аралдың территориясында. 76 гектардай бар. Осы 76 гектарлардың бәріне осы Жанауыл, Шанхай мультирайон ортасында тұрмыз қазір дәл сонда. Осы үш жерді толық бітірсек, осы сорлыларды жаймендеп, жаңа строительный материалмен жаймен көмсек, енді қазір жұмыс жасап жатырмыз. Ертең Тараздан фосфордың отходы әкеліп, осы экспериментальный осы сорға, осы жерге әкеліп, фосфор гипс дейді оны, соны әкеліп төсеп, жұмыстар жасасақ па деп жоспарлау жатырмыз. Осы жұмыстың бәрі жылдың аяғына шейін бітіруге тырысамыз. Түсінікті. Бұл көлге ешқандай су құйылмайды, еш жақтан келмейді. Жоқ. Бұл қай жақтан шығады су? Бұл су жердің астынан шығып тұр. Қалай су бұл? Жердің астынан су, осы теңіз, Арал теңіз тартылғаннан кейін жердің астынан шығып тұр. Тұзды су. Тұзды су. Бұл қазір жазда осылай тартылып тұрады, қыста уже су бетіне шығады. Сосын қатпайды бұл су. Бұл біз көріп тұрған, бұл сырты тұз, ақ. Тұз ба? Тұз болғанда, тұз. Бұл оқсаған көлдердің 11 көл бар. 11 көлден еме тұз экологияға тәсірі бар ма жоқ па? Неге бар ма? Бар. Мысалы, жаңа өздеріңіз көрдіңіз, 64-ші мектептің алдында суды көрдіңіз. Ол егер су тартылса, şu жерде курортный мультирайон, Судоверфь бар район, халық зардабын шегеді. Иісі шығады, енді сасық иіс шығады, тұздар шығады, сондай ғой. Эми бұл жерді сақтап қалуға, жол болса қандай бір шара көруге, қандай іштер болады? Енді мен жоспарлап отырғам, дәл қазір таңда мындай строительный отходтар төгіп, жаймен үстін жауып көміп, бетіне, енді бұл жерге таза құм әкеліп көмсең, бесполезен, пайдасы болмайды. Бұл жерге жаңағыдай мындай строительный отходтарды әкеліп төгіп, уже бастап жатырмыз, неғамыз бар, ар жағымыз көріп тұрсыздар, мына жақты да көріп тұрсыз. Бұны тегістеп, строительный отходпен жауып, үстіне таза құм салсаң, сол кезде результат болады да. Бұнша таза құммен көмсеңіз, ол су қайттан маңдай болып шығып, осындай қайттан осындай балшық болып қалады. Бұл енді 11 көлдің ішіндегі ең кішінекей көл болса керек? Ең кішіміз бұл көл, Шанхай мен Жанауыл мультирайоны қосып тұрған көл ғой. Егер мына жерде жауып толық жасасақ, халықтың пайдалануына беруге болады. Мына жерге базар салуға болады, стадион салуға болады. Біраз жер көріп сол бос. Сондай жерлерде ма, сосын жаңағы Тараздан келетін фосфорный отход бар, гипс деген несі бар, проектісі бәрімде тұр. Жақын арада сол бір вагоны біздің Аралға келсе, экспериментально осы көлге жұмыс жасаған келіп отыр. Осының бетін қазып, ашып фосфорды салып, қайттан бетіне көмсе, ол гипс болып қатып бетон болып қалса, егер сол эксперименттен жаңа істеген жоспарымыз, бизнес неміз өтсе, ол уже ары қарай жаңа майда көлдерді жауға жұмыс жасаймыз. Мысалы, ар жақта да бір көл бар, кішкентай, оны мен толық жауып тастадым. Бұл Тараздан жаңа келейін деп жатқан гипстің отходы, ол бюджеттен ақша бөлініп жатқан жоқ. Оның бәрі демеушілікпен келіп жатқан зат. Демеушілік осы Арал теңізінің станциясына шейін келеді. Ары қарай жаңа өзіміздің кәсіпкерлеріміз бар, соларға айтып көмектесіп, тупикке әкеліп, 70 тоннаны түсіріп, осы жердің жұмысын бастаймыз. Амансыз ба? Жақсы, шүкір. Өздеріңіз жақсы рахмет. Амансыздар? Бүгінгі іш сапарымыздың 3-ші күні болды. Азыркы учурда мына ошол акыркы дамбага келдик. Бул аралга куя турдун эң акыркы дамбасы окшойт. Иә, соңғы су торабы. Бул качан ишке кирген негизи? Бұл Арал су торабы жалпы Арал ауданы аумағында орналасқан.
2011 жылы пайдалануға берілген. Бұның Ағлақ су торабының негізгі қызметі мынау прерайс көлдер жүйесі дейді. Мынау су торабының алдында бұрыннан өзі табиғи қалыптасқан көлдер жүйелері бар. Жаңағы Қарашалаң, Қартма, Домалақ көлдері, сондай көлдер жүйелері бар, прерайс көлдері. Сол көлдерді сумен қамтамасыз ету үшін берілген. Бұл көлдер жүйесі кезінде бұл су торабы жоқ кезеңдерде жаңағыдай өзінің еркін ағысымен дейді, самотечный. Сол еркін ағысымен су мол жылдары сөйтіп алып отқан. Но соңғы жылдары судың азаюынан мынау Ағлақ су торабы салынды. Сөйтіп қазіргі уақытта осы су торабын реттеу арқылы көлдер жүйесін сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік беріп тұр. Түсінікті. Эми азыркы учурда күн сууду кыш келип баштады да. Иә. Суунун көлөмү кандай азыр? Қазір енді Жазында менен айырма барбы? Иә, әрине, ол жаздағы судың көлемі мен Арал ауданына келетін. Қыс айларында келетін судың көлемінде үлкен айырмашылық бар. Жаз айларында бізде мынау судың аздығынан бұл Ағлақ су торабынан төмен қарай тек санитарный су ғана тасылады. Жаңағы 5 куб, 6 куб қана текше метр ғана су тасылады. Өйткені жаз айларында судың аздығынан. Ал қыс айларында енді мынау жоғары жақтарда тек көлдер жүйелерін сумен қамтамасыз етеді. Қалған сулардың бәрін өздеріңіз кеше көріп өткендей Қызылорда су торабы, Әйтек су торабы, сол су тораптарын реттеу арқылы көлдерге су беріп, қалған судың бәрін төмен қарай солтүстік Арал теңізіне жібереміз. Енді мынау судың аздығы ол солтүстік Арал теңізіне де үлкен әсерін тигізіп тұр. Қазір судың деңгейі солтүстік Арал теңізінде салыстырмалы түрде бұрынғы жылдармен өте төмен қазір. Азыркы учурда канча су бар бул жерде? Қазір Ағлақ су торабының өзінің пайдалану ережесі бар. Правила эксплуатация дейміз ғой. Сол правила эксплуатация пайдалану ережесіне сәйкес жаңағыдай өзінің мынау су өтімділіктері бар. Соған сәйкес қазір біздің есеп бойынша 90 секундына 90 текше метр су өтіп жатыр қазір. Біздің қазіргі тұрған жеріміз Қызылорда облысы Арал ауданы Қаратерең елді мекенінің тұсында мына Арал теңізінің екіге бөлінген жерінде тұрмыз. Бұны солтүстік Арал теңізі бөгет деп айтады. Осы жерде тұрғылықты адамдар Көк Арал бөгет деп айтады. Бұл жер енді теңіздің жалпы атап өтетін болса 1960 жылға дейін дүниежүзі бойынша ағыссыз ең 4-ші орын алатын тұйық көл болған Арал теңізі. Бірақ 1960 жылдан бастап ирригациялық егін егу қарқынды жүруіне байланысты теңізге судың түсуі азайып, осы теңіздің тартылу процесі 1960 жылдан бастап басталған. Енді ең мысалға қазір көрсетіп өтсек, жаңа айтып өттім, 1960 жылдар Арал теңізі енді Өзбекстан, Қазақстан Республикасының аумағын қамтиды, өзі Арал теңізі. Сол 60 жылдары мына жерде ауданы, жалпы теңіздің ауданы 68.000 километр квадрат болса, 79 жылы, уже 19 жылда 52-де 9.000 километр квадратқа дейін азайған. Одан кейін мына жерде 93 жылы алған кезде уже почти 50% жоқ, 33.000 километр квадрат болды теңіздің суы. 2010 жылды қарасаңыз, енді қазір 2013 жылда уже 2010 жылы Арал теңізі осы жаңа айтып өттім ғой, 89 жылы осы бұзылып кеткен. Сол 93 жылы осы біздің 5 мемлекеттің басшылары, президенттері кездесіп, осы мәселе Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу жөнінде келісімге келген. Бірақ нақты бізде Всемирный банктен және өзіміздің Қазақстан Республикасының бюджетінен қаржы бөлініп 89 миллион доллар. Осы 2005 жылы осы бөгет салынды. Осы бөгет салынғаннан кейін теңіздің мына осы солтүстік Арал теңізінде 27 миллиард текше метрге дейін проект бойынша су жиналу керек. 2010 жылы сол 27-ші проектке жетті. Ауданы көрдіңіз ба? Жаңа мен 68 мың дедім. Мына кіші теңіздің ауданы
3,3 мың километр квадратқа болып тұр қазір. Енді одан кейін 2022 жылы қазір соңғы уақытта судың аз суына байланысты 2023 жылы 18,9-ға дейін түсіп кетті. Жиналған судың көлемі. Ауданы 2,9-ға дейін түсті. Енді 2024 жылы шамалы енді ондай қуанарлықтай емес, бірақ шамалы су келіп, сол 18,9-дан қайтадан 21,4-ге дейін 2024 жылы су келіп. Ауданы 3,1 мың километр шаршыған солтүстік Арал теңізі көлемі. Мына жағы уже ұлы теңіз дейді, үлкен теңіз. Мына жағында қазір су бағып жатқан жоқ. Біз мынау жасалып жатқан мына құрылыс, егер теңіз Балтық жүйесімен белгісімен есептеген кезде 42-ші белгіге келген кезде, отметке келген кезде теңіздегі су ана бөгетті сақтап қалу үшін мына үлкен теңізге қарай осы жерден су кетеді. Мына суретте көріп тұрғандай бүтіле көрсерек мол суретті ше. Мол ақ. Біз айтып жатқан тұз ушул да. Дұрыс айтасыз. Мына жерде енді көрдіңіз бе? Ана бұрынғы жерде теңіздің деңгейі анандай айдыны. Мынау 2010 жылында, ал 2022 жылы одан сайын азайған. Мына жерде қазір уже су жоқ. Теңіздің жаңа ұлтаны деп айтамыз. Бұл жерде уже тұзды шаң, ғалымдар айтып жүр ғой, солтүстік мұзды мұхитқа дейін осының тұзының ұшып барғанын байқалады деп. Өйткені бұл негізі Арал теңізіне кезінде Сырдария өзені және Амудария өзені кетіп қойған. Қазіргі таңда Амудария өзенінен су құймайды толық. Себебі? Себебі бұл да жаңағыдай сол Түркменстанда үлкен канал қазылған Совет одағының кезінде. Сонымен ол анау шөлейтке жіберілген жаңа өздерінің шаруашылықтарын дамыту үшін. Сол себептен ол Амудариядан толық су келмейді деп айтуға болады, а Сырдариядан жаңағыдай су. Ал негізі бұның келетін суы жылдық суы 60 миллиард текше метрге дейін су келген. Кезінде мысалға 60-шы жылдары Амудария мен Сырдария өзені қосқанда. Қазір жаңа айтып отырмыз, теңізге енді атап өту керек, мына 2000 жылдан бастап кешегі 2019 жылға дейін жылына сол 5 миллиардтың шамасында су келді Аралға. Қазіргі таңда сол 2-2,5 миллиардтың шамасында ғана су келіп тұр. Ол тұздың тәсірі Қырғызстанға да тиіп жатады да, мысалы да. Анан сіздің ойыңыз бойынша, жеке ойыңыз бойынша, Түркістанға да зияны бар ата, барбайта? Енді бұл қазір ғалымдардың айтуы бойынша жалғыз Қазақстан Республикасының экологиясын емес, жалпы бұл Орта Азиядағы елдерге де әсері бар толық. Өйткені Орта Азия емес, жаңа айтып өттім ғой, ғалымдардың айтуы бойынша солтүстік мұзды мұхиттың да осы тұздың ұшып барғанын байқалады деп айтуда. Сондықтан бұны жалпы үлкен мәселе қылып көтеру керек, табиғаттың балансы сақталу керек қой. Сондықтан теңіз сақтап қалу үшін жалғыз Қазақстан емес, осы Орта Азиядағы мемлекеттер болсын, әлемдік бұда көзқарас тұрсап, қалыпқа келтіруге жұмыс жасалу керек. Біз келген ұшы дамбаның ортасында тосып қойғансыздар, бұл жақты суны өткөрбөй. Негізі, егерде бұл кечи Аралға су келе тұрған болса, өзі ашып бұл жаққа қойылағы? Бұл жерде бұлай Не себептен тосып қойдыңыздар бұл жаққа? Бұл жерде тосып қойған себебі, жаңа айтып отырмыз ғой, мына кезінде Арал теңізінің Балтық жүйесі бойынша есептегенде белгісі 53 метрге дейін болған. Теңіздің деңгейі. Одан кейін жаңа теңіз тартылғаннан кейін ол 39 метрге дейін түсіп кеткен төменге. 14-15 сантиметр түсіп кетіп тұр теңіздің деңгейі. Ал содан кейін бұл жерде халықтың арасында түрлі аурулар болған, экология болды өте күрделі жағдайда. Сосын халықтарда көшу, елдің өзінің ата бабасының тұрған жерінен көшу процесі басталды да, көп халықтар мысалы Шардараға, Балқаштың бойына, Қапшағайға, балық аулайтын жерде бұл тұрғындардың негізгі тіршілігі балық болған ғой. Сондықтан кейіннен теңізді шамалы болса да халықты тұрақтандыру үшін экологиялық, экономикалық, әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін бұл өйткені мына жерде су ащы болады, мынаны бөгегеннен кейін теңіздің жаңа тұздылығы дейміз ғой, тұздылығы азайып, мысалға бұрын литріне 123 миллиграмм болса, литр болса, қазір теңізді бөгегеннен кейін 11-12-ге дейін түсіп, балық өсті. Балық болғаннан кейін халықтар тұрақтана бастайды, халықтың әлеуметтік жағдай жақсарып жатыр, оны сатады, шығарады. Қазір бізде осы
10 завод бар мысалға Арал ауданында балықты не істеп осы обработка жасап Европаға сатып отырған. Аны көрдік біз барып өз көзіммен көріп келгенбіз кеше күн. Анан біз мына өз көзімен көріп атпайбызбы? Тетиги тоого окшогон адырлар бар экен, көрдүңүз да? Адырлар, тоо. Бұл адырлар бұрынғы теңіздің соғып атқан жерлері. Осы теңіз соған келет, соған кейін қарай қайтып толқын ұрып, мына жарлар тұр ғой, мына. Таби, бағана кеше Аралды қаласында да көрдіңіз бе, мына порт сияқты биік болып тұрған жер тұрған жеріміз. Табаны сол жерде төменде жатыр. Дәл сол сияқты бұл жерде де. Мынаған теңіздер көбін жеріне мыналарға теңіз соғып жатқан мына жарларға. Şu tengizin izleri var eкен дағы біле? Иә. Су тұз болып тұрған. Енді осы тұрған мынаның бәрі теңіздің ұлтаны ғой, былай қарай да. Былай да теңіздің ұлтаны. Мынаның бәрі теңіздің ұлтаны мынау. Теңіз келіп тұрған. Егер мына жерде жаңағы қазір 41-13-ші балты жүйесі бойынша белгіде тұрмыз. Ал егер 42-ші белгіге келсе, теңіз мына жерге дейін толқын соғып жатыр. Мына пляжный откос дейді, сол откостың ең жиегіне дейін теңіз келіп тұрады, қамыс тұрған жерге дейін. Толық. Бізге сондықтан жыл сайын кемі 3 емес, бұны ұстап тұру үшін жыл сайын 3 миллиард керек. Оны қазіргі бұрынғы 27 миллиардқа жеткізу үшін кемі 3-4 жылда кемі 4,5-5 миллиардқа дейін жылдық қору керек қой. Түсінікті. Эми орто есеп менен могу жерде су бар да. Анан мурда жеги кайсыл жакка жинан болгон примерно мындай мисалы. Аралыгы канча километрге азайды тартылганын билесиздерби? Қазір Аралға қазір осы кезде Аралға 17 километр жақындады ғой. Бұрын бір 40 километрдей қашықтап кеткен. Менің есебім бойынша 17 километр Арал қаласына жақындады. Бағана кеше көрген портқа жақындады. Сол жерде порт болған. Соған 17 километрге дейін мына бөгет сағаннан кейін сол 17 километр қалды теңізге. Теңізге, қалаға. Эгерде бул мамлекеттер аралыгында ушул чогуу чечилип бул суу маселеси сиздерге кое бере турган болсо, ошол 17 километр дагы жакындайбы? Бізде қазір бұл жаңа мен айтып отырмын, Всемирный банктен және Қазақстан Республикасынан қаржы бөлініп, бірігіп бірлесіп 89 миллион долларға жасалған жұмыстар. Бұл программада жалғыз осы жердегі бөгет емес. Ол кезде жаңа бағана өтті ғой, Ағлақ су торабы бар. Біздегі жол бойындағы басқа да Қызылорда, Айтек су торабы, сол солтүстік Арал теңізі, Сырдария өзенінің арнасын реттеу және солтүстік Арал теңізін сақтау деген үлкен бағдарлама болған. Бірінші фаз деп айтады. Сол бірінші фазда атқарылған жұмыстар. Бірақ нәтижесін берді ол. Аралдың жанында жашаған тұрғындар барып жоқ па азыр бұл жерлерде? Осы жерде ма? Енді бар кетішкен. Мен өзім нақты білмеймін енді. Мен бірақ осы жерде Көкарал деген және Аван деген осы Ақбас жақта ауылдар болған осы жерде кезінде. Кезінде, Мынақты Қасқа құлаған деген жерлер бар. Сол балық болмағасын теңізді мына ұлы тағып өткізсін. Толық көшіп кеткен. Тартылғанда 12,5 мың адам көшіп кеткен екен. Кезінде жаңағы оңтүстікке қарай, сол мынау Көкаралды салып су келгеннен кейін біраз адам қайтып келді. Жаңа балық шаруашылығы дамыды мысалға. Сол 400 тонна балық ауланған екен. Содан 6000 тоннаға дейін балық көтерілді. Мына Көкарал бөгет салып, жаңағы 27 миллиард су жиналғаннан кейін балық шаруашылығы дамыды. Енді бірақ осы соңғы жылдар қайтып тартылып кетті. Сол 22 жылы 18,5 миллиардқа дейін су түсті. Енді біз енді жаңағы мынау енді ұлтанды айтсақ, общий жаңағы Арал теңізінің ұлтаны 6 миллион гектарды құрайды. Өзбекстан мен Қазақстанның барлығы. Соның ішінде 2,8 миллион гектар жаңағы Қазақстанға тиесілі екен. Біз енді қазір стенд айтып өтейін. Біз енді сол енді жаңағы ұшқан тұзды азайту мақсатында жаңағы галофитті өсімдіктер егіп жатыр. Мысалға 21 жылға дейін осы 30 жылда біз 395 мың гектар жерге еккен екенбіз 30 жылда. Ал осы 21-ден бері мемлекет басшысы тапсырма берді. Сол
21-25 жылға дейін 1,1 миллион гектар жерге сексеуіл егу туралы тапсырма берді. Соған сәйкес біз қазір осы сексеуіл егу жұмыстарын жүргізіп келеміз. Бүгінгі күнге дейін қазір 609 мың гектарын ектік. Осы биылғы күзгі, сосын келесі жылы егеміз, сөйтіп сол 25 жылы 1,1 миллион гектарды толық егіп аяқтаймыз деген жоспарымыз бар. Енді сексеуіл, негізінен сексеуіл егіп жатырық. Сексеуілді жаңағы көшеттеп егіп жатырық, тұқыммен егіп жатырық. Жаңағы бір сексеуіл 4-5 тонна құмды ұстап қалады екен. Оның өзі үлкен көмек. Мынау ұшқан тұзды осы сақтап қалады, құм көшкін болдырмайды. Сол сияқты сондай жұмыстарын экология сақталады. Экологияға үлкен жаңағы не береді. Эми ошол кыргыз казак бир тууган катары ортобузда маселени чечүү үчүн ушул жалпы ортодогу элге эмне деп кайрылат элеңиздер? Сырдария өзені өзі негізі ирригациялық жүйеге жасалып, мына кезінде су тораптары, су қоймалары салынды. Бірақ енді кешегі Совет одағының 90 жылдан кейін тарағаннан кейін ирригациялық емес, әр мемлекет бөлініп кеткеннен кейін энергетикалық режимге көшті. Энергетикалық режимге көшкенде ол кезде мысалға қырғыз ағайын болсын, мына тәжік ағайындар болсын, суды қыс айларында көп жібереді. Жаз айларында олар қысқа су жинайды. Енді ол үшін сол бір-бірімен келісімге келіп, бізге жазғы уақытта да тиісті кезінде мысалға Шардара су қоймасына 6,5-7 миллиардқа дейін су келетін болса, қазіргі таңда мен кеше айттым ғой, 3 миллиард, кейбір жылдары 2,5 миллиард, енді средний 3,5-4 миллиардқа дейін ғана жібереді. Ал жаңағыдай 6,5-7 миллиард суды біздің Қазақстанның өз үлесі Сырдария өзенінде 12 миллиард, 50% егер сол жазғы уақытта жіберсе, ол теңізге де тиімді болар еді. Өйткені қыс айларында теңізді, өзен мен суды алып бұл жаққа келу қиын, өткен мұздың кезінде. Сондықтан келісімге келсе деп өзімнің ойымды айтамын. Екі мемлекет. Ең негізгі мақсаттың бірі су шығыны өте көп. Сол үшін жаңағы су шығынын азайту мақсатында барлық шараларды қабылдауымыз керек. Біз енді осы былтыр ғана су ресурстары министрлігі құрылды Қазақстанда. Осыған сәйкес бізде қазір су үнемдеу технологиясын пайдалану үлкен дәрежеге жетіп жатыр. Мысалға былтырдың өзінде бізде 875 гектар жерге су үнемдеу технология пайдаланса, биыл 4000 гектар жерге сол су үнемдеу технологиясын пайдаланып жатырмыз. Енді президент тапсырмасына сәйкес 2030-ға дейін біздің облыстың өзінде 34 000 гектар жерге су үнемдеу технологиясын пайдалану жоспарымыз бар. Енді оның барлығынан су шығынын азайтады деген үміттеміз. Сол суды біз тек қана осы аралға жібереміз. Осы аралды құтқару үшін. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Соның барлығымыз тек қана бірлесіп, келісілген шаралардың арқасында біз аралды сақтап қалуымызға әлде үмітіміз зор. Осы аралдың халқы осы күтіп отыр. Осы арал теңізі олар келеді деп үміттенеді. Сол үшін енді барлық мемлекет енді арал теңізі барлығына орталық Азияға. Сол енді соған бірлесіп күш саласайық, арал теңізін толтырайық. Өйткені осы жаңағы айтып жатсыздар ғой, ұшып жатқан шаң, тұз, жаңағы Антарктиданы шығып жатыр дейді. Сол сияқты осы барлық шараларды бірлесіп атқаруға шақырамын. Қырғыз ағайындарға көптен көп сәлем. Аманшылықта болайық, бай қуатты болайық, денсаулығымыз мықты болсын. Қазақ қырғыз бір туған дейді ғой. Аманшылығымыз әрқашан жақсылықпен көрсе берейік. Чоң рахмат, айтқаныңыз келсін. Сөз түрде ишке асырарыз деген үміттебіз. Жақсы, бірге болайық. Деңиздин жегине да келдик. Бул жака балыкчылар менен маек курулабыз деп келгенбиз. Балыкчылар көрүнбөйт азыр. Себеби Енді бұл теңіз, Кіші Арал теңізде тұрық. Бұл теңізді 18 участкеге бөлінген балықшыларға. Біз қазір 9 учаскеде тұрық. Енді балықшылар көрінбей тұр ғой. Қазір енді балықшылар айту бойынша балық жоқ дейді теңізде. Балық азайып кеткен. Сол жақта көріп тұрсыздар. Балықшылар жоқ. Енді жақсы. Эми мен таңғалып отам да. Бұл жақ деңизден башчан қараса көрінбейді.
мурда канчалык экенчи? Ортосу аябай эле чоң километр экен, бир болжол менен мен өзүм эле жеке оюм боюнча бир 60-70 километрдей тартылган окшойт 60 жылдан беричи. Иә, енді айтайын. Бұл енді Арал қаласына дейін теңіз мынау Көкарал салынбай тұрғанда 70 километрге дейін тартылған тұғын. Қазір енді мынау Көкарал салғаннан кейін қазір енді шамамен 20 километрде Арал қаласына дейін бар тартып тұр. Енді біз қазір 9 участке тұрық балық аулайтын жерлерде. Енді соңғы жылдары теңізге қатты мына Кіші Аралдың өзі қатты тартылып жатыр. Мысалға теңізге судың аз түсуіне байланысты 22 жылдары 18-де 5 миллиард суға дейін азайып кетті. Алдында 27 миллиард болатын тұғын, осының өзі. Енді мысалы қарап отырсаңыздар, анау 2 жыл бұрын мынау жағасы анау үйлердің тұсында болатын тұғын. Қазірдің өзінде бір 1,5 километрге тартылып тұр. 1,5 километр. Бұл қанша уақыттың ішінде? Бұл 2 жылдың ішінде тартылып тұр. 2 жылдың ішінде 1,5 километр тартылып тұр. Эми су тартылған сайын сіздер балықшылар үшін ондай жол қылып беріп жатырсыздар? Иә, су тартылған сайын балықшылар өздері теңізге түсу үшін осындай жол салып жатыр. Көрдіңіз ба? Қаншама уже 1 километр ма 500 метрдей уже жол салып апты уже балық анау қайықтарын түсіру үшін. Значит, теңіз тартылып жатыр. Жылдан жылға жол құрып жатады мындай. Иә, жол теңізге жету үшін жаңа балық қайықтарын түсіру үшін мынау тартылған сайын мынау өздерінше жол салып жатыр. Иә, түсінікті. Эми жолдан келатып мен туз десе елестетпедім, бирок чындыгында туз аябай көп экен. Азыр ошол жерде бир көрүп, элибизге бир кайрылуу жасайлы мамлекеттин аралыгында. Туз енді көбейіп жатыр ғой, көріп тұрсыздар. Жаңа жолдың бәрі аппақ. Қазір жаңбыр жауғаннан кейін қатты көрінбей тұр, әсілі күн ысыған кезде қатты аппақ болып көрінеді. Туздың бәрі аппақ болып шығады. Осы ұзындығы 430 шақырымдай, ені 260 шақырымдай, тереңдігі 60 метрден астам осындай үлкен арал еді. Оны құриды деп ойлаған жоқпыз. Бірақ теңіз тартылды сонау 60 жылдан бастап. Содан теңіз тартылғаннан бастап, анау осы жағалай отырған ел еді, халық еді ғой. Осы арал теңізінен балық аулап, сонымен күнімізді көріп, ата-бабамыз Құдайға шүкір осы уақытқа дейін жетті. Сол теңіз тартылды бастағаннан бастап біз көше бастадық. Өйткені тіршіліктің мәні балық азайды, су кетіп баратыр. Ең соңы осы Арал теңізінің, осы Аралдың жағасындағы елдің ең соңы осы Қаратөбе ауылына келіп тұрақтадық. Көбісі ішке қарай кетті. Мына Қызылорда облысына, Ақтөбе облысына, әркім өзінің тіршілігіне қарай солай қарай кетті ғой енді. Сонымен осы жерде біз кіндігіміз осы Арал теңізіне байланған ғой енді. Осында қалдық, осында отырмыз. Сонау бір жылдары Арал адам тағдыры адам тағдыры деген үлкен бір немен көтерілген мәселе ғой, білесіздер ғой. Сонымен үлкен мәселе көтеріп осы Көкарал бөгеті бөгелді. Көкарал бөгеті бөгеліп 2005 жылы пайдалануға берілді. Содан бастап оны көп несін айтайын, сол пайдаланғаннан кейін Құдайға шүкір су көп келді. Теңіз бөгеліп жаңа 9 ашқауға бардыңдар ғой. Бұл қай жылдары? Сол 2005-терде. 2005-тен бастады. 2005-те. Содан бастап су көбейіп, балық молайды. Мына яғы екі бастан кеуіп жатыр ғой енді. Балық молайғаннан кейін мамин сол жерге 3 холодильник салып. Жұмысты қара. 3 холодильник салып, балық қабылданып, о балық шетелге дейін отправить етілді. Тіптен халық деген сонда рахаттанып қалдық. Судың көлемі көбейді. Енді мына яғы жағына екі бастан су, ана 9 ашкөден толған су ағат деп жасаған ғой, рұқсат жасаған ғой. 9 ашкөден былайғар ағат деп. Бірақ бір қателескен жері. Енді ол бүкіл дүниежүзілік масштабта салынған неге ол жаңағы Көкарал бөгеті. Соған дейді, ана рибоход деген мұрат. Мына балық су толғаннан кейін енді шлюзді ағытып, артық суды ана асып кетпес үшін жаңағы нетеді ғой, жаңағы ашып береді ғой шлюзді. Сол кезде былай қарай балықтар кетеді. Сол балық қайттан кіру керек қой енді, ана сумен. Сол қалай ол инженерлердің қалай оны қабылдағанын біз таң қаламыз. Сол болмай қалған. Сонымен көптеген балық оны жасатып іштен жоқ, мына қапталда өлді. Қырылып қалды балық. Оны бүткіл осындай тілшілер келді.
түсірді, бірақ ол уже ана қолданысқа беріліп қойды бүгін. Сонымен қош бір нежері осы бір катерик. Екінші катерик деңгейі 42 метрге дейін салынған ғой өзі. Деңгейі, судың деңгейі соға дейін көтеріледі деп. Оны шамалы көтергенде бүгінде бұндай айқай болмас еді. Сонымен қош сол жылы жақсы Құдайға шүкір жеттік. Содан кейін су тартыла бастады. Сөз деген ол судан көп. Сосын келетін адам көп. Тілшілер деген бірінен кейін бірі келеді. Бір жаңағы біреу айтқан екен, жаңағы айта 6 айды жамалап қартайды деген бір өлең бар біздерде. Сон аралда айта біз қартайдық. Біздің азымыздағы шалда өліп қалдық. Бізде осыған шамырасып қалдық, шаршадық, шын айтайық. Біздің әрі суымыз жоқ. Ұрпағымызға не болады мына жақта? Неге ана жақтан бір су келіп жатқан жоқ? Пәлен текше метр су кетіп жатыр. Пәлен текше метр су алар деген көтеріліп жатыр. Оны мына түбінде отырған біз көріп отырмыз ғой. Біздің көреміз 30 километр, 40 километр біз сонда тұрамыз. Не пайда, біз көріп отырмыз, су жоқ. Қай жаққа кетіп жатыр? Не деген бұл өтірік сөз? Бұндай да өтірік болады деген ғой. Жұрттың бәрі соған нанып жатыр. Сонымен отырған жайымыз бар айналайын. Елдің тұрғыны ретінде, оңғыл-шоңғылын білетін азамат ретінде мен де үнімді қосып кетейін. Енді бұл Сырдария өзені жалпы Қазақстан Республикасы бойынша екінші неде тұр екен. Жаңағы бұрылатын сағасында ұзындық жөнінен 2219 километр екен. Осы жерге дейін қателеспесем. Енді содан бері қарай ар жағын есептемегенде Қызылорда облысынан бері қарай қанша миллиондаған халық бар. Енді Қызылорда облысына жалпы облыста егін шаруашылығы бар. Бірінші мына Қармақшы ауданы, екіншісі мына Әйтеке би, Қазалы ауданы, Бекарыстан би совхозы. Қанша шаруашылық бар бізге дейін. Олар алады, бізде жаңағыдай 12 айдың бір 5 ай күйіп жатады жазын күндер ше. Енді Орта Азия бұл жаңағы құрлықта орналасқан жаңғыз Кіші-Арал теңізі ғой өзі. Су өте аз. Бұны суды сақтап қалу үшін жер асты сулар деген болады, ыза деген болады, ол мүлдем жойылған бізде. Өйткені оның дәлелі ретінде 2 скважин қазылған елде, сырттан. Соны қазғанда нәтижесінде 500-800 метр жерге дейін ылғал көрінбеген. Сол дәлелі. Енді ол теңізді есептемегенде 10 шақты көл бар біздің айналамызда. Тіршілік етіп отқан, халықтың малын жайып отқан, суын ішіп отқан дегендей. Енді ол 12 айдың ішінде жаңа айтып өткенімдей, март-апрель айларында біз су аламыз. Жаңа келгенге егістік алып атқанда бізге де жаймен айқайласып отырып, бойы аш-шап, жан-жақтан сөйтіп шамалап аламыз. Ол су тартылады. Шілде бұл бөтен елді мекендермен салыстыруға келмейді. Бұл аймақ 47-45 градус ұстап тұрады 3-4 ай қатарынан. Сол себепті оның балығы қырылады. Балығы қырылғасын уже қоғамға, елге, уже малға зиян тигізеді. Қырғыздан келгенге Құдай жолыңды оңғарсын, Құдай талабың оң болсын, қайда болсын алдында сарқыраған жол болсын айналайын жаным. Мына біздің тілегіміз, халықтың тілегі осы. Тек қана осы Көкаралдың өзін көтеріп, арғарды көтерсе судың көлемі де ұлғаяды. Ол қандай ұсыныс екен үкіметтің басындағылар, бірақ басында жұмыс істемейтін үкіметтегі адамдар да бар ау деймін. Адамдар бар. Оны мысалға рибоход жасау керек қой. Международный проектіні қалай солай жіберіп тұр. Біз әлі күнге дейін таң қаламыз. Біздің Қызылорда экология бар. Мына тұздың пайда болуы, ұшуы және де экологияға байланысты өте ДЦП балдар көп бізде. ДЦП-тан да бөлек әртүрлі ауру балдар көп. Сіздерге де рахмет Қырғызстан елінен осы 7-ші каналға келіп жатқандарыңызға, осы арнайы ізденіп жұмыс жасап жатқандарыңызға, өзін мамандарын жұмылдырып, осы Арал теңізін сақтап қалу мақсатында және де Қырғызстан тауына ұшып бара жатқан тұзды тоқтату мақсатында енді сіздерге де келешектеріңізге қазір су ағып кететін болса таудағы су алдағы 10-15-20 жылда ол сіздерге де ішетін су керек, біздерге де теңіз керек дегендей осыны бір 5-6 мемлекет бірігіп отырып осы мәселені шешуге ниет етеміз енді. Ардақты
көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта албетте эң биринчиден казак элинин меймандостугуна терең каршы билдиребиз. Бул көйгөйдү ачып чыгууда жалпы экологияны эмес, эки мамлекеттин достугун бекемдеп жана ошондой эле өзүбүздүн кең байлыктарыбызды, мөңгүлөрүбүздү сактап калууда дагы бир салым кошолу деп чечимчи калам менен биргеликте келип отурабыз. Жалпыңыздарга ырайымды билдиребиз. Бул чыгарылышыбыз албетте элибизге, жерибизге, жалпы коңшу мамлекеттерге пайдасын берет деген үмүттөбүз. Чоң рахмат.